Асқан Әбдірашев атындағы 62-ші мектеп-лицейде қазіргі таңда 1260 оқушы білім алуда. Ол оқушыларымызға 142 мұғалім, ұстазымыз білім беруде. Осы Қазақстан халқына қорының ауылдық жерлердегі тірек мектептердің әлеуетін арттыру жобасы аясында біздің мектеп-лицейіміз бойынша 33 пән кабинет жабдықталды. Бұл жасалған жаңғырту жұмыстарының барлығы да біздің оқушыларымыздың білім алуымен қатар шығармашылық қабілеттерін арттыруға керемет мүмкіндіктер туды деп есептейміз. Сонымен қатар бұл жоба аясында біздің ұстаздарымыз педагогикалық шеберлік орталығында, Назарбаев зияткерлік мектептерінде өз біліктіліктерін арттыруға, семинарларға қатысуға, тәжірибе алмасуға өте үлкен мүмкіндіктер туды. Осы қараша айында біздің ұстаздарымыздан 107 педагог Түркістан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептеріне барып біліктілік алмасып, семинар сабақтарға қатысып қайтты.